Сәлем достар, бүгін сіздермен аузыңызға түскеннен еріп кететін өте дәмді пахлава жасаймыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы қаймақ қажет. 20%-дан жоғары болса өте жақсы. Және бөлме температурасындағы жұмсақ май қосамыз. Жұмыртқаның сарыуызын, разрыхитель қосамыз. Миксермен бәрін бір араластырып аламыз. Және үстіне ұнымызды салып, қамыр илейміз. Қамырымыз біздің осындай жұмсақ болады. Қамырымызды пакетке салып, 15-20 минут демалдырамыз. Ол аралықта салмасын дайындаймыз. Жұмыртқаның ақуызына шым-шым тұз қосып, миксерлейміз. Ақуыз осылай көпірген кезде қантты саламыз. Миксермен тоқтамай жоғары скороспен миксерлей береміз. Сол кезде біздің ақуызымыз өзінің формасын осылай өте жақсы ұстайтын болады. Үстіне туралған мейізімізбен жаңғағымызды салып, бір келкі болғанға дейін араластырып аламыз. Ақуызбен толық араласуы қажет. Бұл біздің пахлавамыздың арасына салынатын салмасы. Ал енді демалған қамырымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Біреуі кішілеу және екеуі үлкендеу болуы қажет. Кішілеуі ортасында тұрады. Кішілеу қамырымызды жайып алып, осылай дәл пісіретін формамыздың көлеміндей етіп кесіп аламыз. Жайылған қамырымызды пешке салып, осылай қызартып пісіріп аламыз. Егер мынандай болып ісініп қалса, уайымдаудың мүлдем қажеті жоқ. Ал енді қалыбымызға, формамызға қамырымыздың ең үлкен бөлігін жайып, осылай шеттерін жабыстырып, жайғастырып аламыз. Үстіне жаңа дайындап алған салмамыздың тең жартысын салып, бір тегіс етіп жайып шығамыз. Ал енді піскен коржымызды дәл ортасына қоямыз. Мына ісініп қалған жерін қолымызбен жай ғана басып жібере саламыз. Мұны пісіріп алған себебім достар, ортасында тұрып шикі болып қалмау үшін шамалы қызартып пісіріп алдым. Ал енді қалған салмамызды салып, тегістеп жайып шығамыз. Үстіне ең соңғы қамырымызды салып, жайғастырып аламыз. Егер де қамырды жайғастырған кезде мынандай артық шеттер болатын болса, достар, пышақтың көмегімен міндетті түрде артық шетін кесіп алып тастаңыз. Осы кезде қалыптан босатпай атып, шеттерін шамалы бір-біріне жабыстырып жібереміз. Толық жабыстыру шарт емес, ал енді қалыптан босатып, қалған шеттерін осылай өріп, бекітіп, әсемдеп аламыз. Бетіне тек қана жұмыртқаның сарысын жағамыз, ақуызбен араластырмай, тек қана сарысын жағыңыз. Сол кезде өте әдемі болады беті. Ал енді өткір пышақпен 3-ші қамырға дейін жеткізбей кесіп шығамыз. Кесу жағын өзіңіз білесіз. Қаласаңыз осындай 4 бұрышты етіп кесіп алуыңызға болады, немесе мен сияқты ромбик етіп кесіп алуларыңызға болады. Міндетті түрде достар, 3-ші қамырға дейін жеткізбейміз. Жай ғана 2-ші қамырдан өткізіп қана кесеміз. Оформлениесі бетіне өз қалауыңыз бойынша мен жаңғақтарды қойдым. Оформление жасап болғаннан соң алдын ала қыздырылған пеште пісіріп аламыз. Достар, сіздерге пахлаваны дәл осылай жасап көруге кеңес беремін. Дәмі ауыздарыңызда қалатыны сөзсіз. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видео ұнаса каналыма жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар.